Осы видеода қалай депозит саламыз карта арқылы, сол айтылатын болады. Жеке кабинетіңізден funds дегенді басып, депозит fundsты таңдайсыздар. Осылай шығады бірден. Депозит салған кезде мына жерде wallet деп тұр, бірден брокерлік кошелегіңізге түседі. Брокерлік кошелегіңізден сіз real аккаунтқа депозит түскеннен кейін аударып ала аласыздар. Ол жағынан алаңдамаңыздар. Мында әртүрлі методтар көрсетілген, бірақ қазір біз мінекей кредит карт бойынша қарастырамыз. Мына жерде доллар таңдайсыздар обязательно. Мінекей таңдадыңыз, картаны жалғастырамыз, continue қызыл. И мына жерге сумманы жазасыздар. Мына жерде шек жоқ. Бірақ енді $50 бастап салғанды рекомендую. Допустим, мен просто 100 деп ала салайын да. Continue деп қызылды басамыз. Подтверждаем. Ждем. И осылай келесі страница ашылады. Мына жерде виза картаңыздың данныйын жазасыз да, 4400 деп басталатын, иә. И мына жерде аты жөніңіз осылай автоматтан шығып тұрады. Кімнің атында ашылды брокерлік счет, сол адамның атына. Ең басты маңызды ереже естеріңізде болсын. От третьих лиц нельзя пополнить свой счет. Яғни сіз, допустим, өзіңіздің атын менің атында, иә, бұл деп ашып алып, бұл болады деп. Мен бірақ өзімнің емес, карта басқа бір туысқанымның досымның атында картадан ашуға болмайды. Бұл ереже. Әйтпесе блокталып қалады брокерлік счетыңыз. Атыңыздың астында карт expire дейді. Мына жерде жарамдылық мерзімі, допустим, 01 айды жазасыз, 03-2000, допустим, 28, да, 28 деп. И CVV код стандарт, допустим, 000 деген сияқты. И мына жерде осындай тұрады, postal код деп тұрады, почтаның коды, бұған просто 00 деп жазсаңыздар болады. Мінекей, мына жерде код номерін толтырасыздар картаның. Міне сумма көрсетілген, доллармен деп тұр. И барлығы болғаннан кейін депозит деп басасыздар. Каспи болса, Каспиден там банктерден код сұрайды. Ол өзіңіздің телефоныңызға келеді, приложениеға. Сол кодты дұрыс жазып, вовремя депозит саласыз. Егер депозит салынбаса, кейде банк жібермеуі мүмкін, что сізде онлайн транзакциялар жабық болуы мүмкін, менеджер хабарласуы мүмкін, сіздің қауіпсіздігіңіз үшін, яғни өзіңізге сенімдісіз бе деп. Ол кезде дұрыс жауап беру керексіздер. Я сенімдімін, білем қайда жіберіп жатқанымды деп. Немесе сіздің аккаунтыңыздағы депозит ақша жетпей тұруы мүмкін. Мысалы $100 деп салғай жатсыз, бірақ банк аккаунтыңызда $90 ғана болуы мүмкін. Немесе онлайн доступ ашпауыңыз мүмкін. Оның бәрі себебі негізі, егер депозит салынбай қалса, отклонено деп. Обязательно себеп жазылып тұрады. Егер түсінбесеңіз, менеджерге хабарласыңыз, бұл техникалық сұрақ болып табылады. Депозит салынды деп ойлайық, иә. Енді біз трансфер жасап алуымыз керек. Жаңа айтқандай, ақша бірден кошелекке түседі, брокерлік. Сол кошелек мінекей wallet деп сізде мына жерде 100 десеңіз, допустим, 100, 1000 болса 1000, 1000 болса 1000 деп мында жазылып тұрады USD, яғни Америка доллары курспен. И мына жерге to дегенге, яғни қайда жібересіз деген сөз, яғни бұл внутренний трансфер. Мына жерде өзіміздің аккаунтымыз ашқан 99 деген міне басталатын. Соны таңдап, яғни continue-ді басамыз ары қарай, и сумманы басып келесі страницада ашылады. Солай мета аккаунтымызға, яғни real аккаунтқа жіберіп аламыз.